Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен тез әрі оңай жасалынатын булочкидің рецептімен бөліскім келіп отыр. Жылы үстімізге жұмыртқа, қант, сары майымызды салып араластырып, ұнымызға ашытқымызды қосып, жаңағы сұйық массамызбен жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Қамырымызды жұмсақ қылып илеп, көтерілгенше шамамен 1 сағатқа қойып қоямыз. Қамырымыз көтерілгеннен кейін булочкамызды жасауға кірісеміз. Булочкаларымызге форма келтіріп, бетін сүлгімен 10-15 минутқа жауып қоямыз. Табамыздың астына пергамент қағазын төсеп, қамырымызды тізіп салып шығып, бетін 10-15 минутқа сүлгімен жауып қоямыз. Қамырымыздың бетіне жұмыртқамыздың сарысын жағып, және бетіне посыпкамызды сеуіп, қызып тұрған пеште шамамен 30 минуттай пісіріп аламыз. Міне біздің булочкаларымыз дайын, өте жұмсақ болып шығады, әрі өте дәмді, міндетті түрде дайындап көріңіздер.